Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Мен бүгін бір қызық түс көрдім. Қызық дейді ғой, бірақ енді маған қызық шығар, бірақ түсті тұрып алып жорған соң қызық болмады. Түсімде өздеріңіз білесіздер ғой, Кенжебек Көріпкел шал деген атақпен пайда болды. Қарт қазығұрт жылайды, осындай болады, кез келген бас құлайды, патша құлайды деген. Иә, марқұм болып кетті. Жала жауып жатыр біздің үкіметтің азаматтары, оны түрмеге отырғызып, түрмеден шығарды да қайтыс болды. Сол кісі түсіме кірді. Түсімде ол кісі бүйтіп айтады: мен айтқан сөздің 90% орындалды дейді. Енді 10% қалды. Байлар дүниесін отқа жағып қашу керек дейді да. Содан кейін көп жастар соған көтеріліске шығайын деп тұр. Олай шықпасыншы, қырылмасын олай. Тек Құдайдан сұрасын. Құдайдан үкім келатыр. Сол Құдайдың үкімі болады. Бәрі жабылып Құдайдан сұрасын. Не үшін саған аруақтар бүткіл Қазақстанды айналдық деп айтты. Себебі мына жамандықты көрген соң болдырма деп айтып жатыр. Сен болдырмауға тырыс. Халыққа айт. Ешқандай көтеріліс, ештеңеге қарсы, ешқандай дүниеге жүрмесін. Құдайдың әмірі келеді. Құдай айтты: бүткіл әлемді қазақтың даласына тығам бір қауызға. Сол қауыздың ішінен қазақтың үнін шығарып, салт дәстүрмен жердің бетіне қайтадан мәдени, жеті атаға жетіп үйленетін, тегі дүрзу, асыл ұрпақ алып шығамыз қайтадан. Әлем хайуан болып кетті деп жатыр. Сондықтан сен қыстың аязына, сақағаныңа қарамай жол жүр балам. Қалған, араламай қаған жеріңді қаралап қайт деп, және сояқларға аруақтарын көтеріп қайт. Бір ауыз сөз айт, халық қырылмасын. Сондықтан балам, енді Астанадан баста деп жатыр. Бүгін ойланып отырмын, бір екі күннің ішінде Астанаға барып, Қабанбайдай асылдардың басына, кеше Кенесары ханның қайтыс болған қолы әскерлерінің, жауынгерлерінің басына барып тәу етіп, ояқтан сұрап, содан кейін ары қарай аралайтын жерлер болып тұр. Көреміз қалай болады, бірақ қарама қыстың аязына. Өйткені уақыт тығыз. Мына үкімет біртүрлі істер істеп жатыр. Үкімет өз білгенін істей берсін, халық шықпасын ештеңеге. Үкімет қандай заң жасайды, жасай берсін. Ол үлкен тірлік, ояқта шатақтарың болмасын. Олар өздері үлкен ор қазып жатыр, көр қазып жатыр. Ол шатақтарың не? Өзі болған елдің былай істе деп айтамайсың оларға. Олар жеген, тойған, біткен, өз анасынан жерінген, өз елінен жерінген, сөйтіп өз елін суға кеткенде, басқа елдердің бәрі осында келіп жеткенде, өздері қайқа кететінін білмейтін, сондай халыққа бола қиналма деді да. Мына түстен кейін мен ойланып отырмын, ақыры қалай болады екен? Қалай болады екен? Бір-екі жерін айтпай тұрмын, бірақ басым бүгін кетсе де айтайын деп айтуға шешіп ойланып отырмын да. Айтсам ба, айтпасам ба. Бірақ айтпасам ішімде кетеді, айтсам халық түсінер деген. Қарт қазығұрт еңіреп жылайды. Қазығұрттың басынан ақты ұстап біреу шығады. Ең соңында халық шырылдап кеткенде 12 хайуаннан бір хайуан жасайды деген уақыт соңғы орындалатын кезі келді. Бұл 7 жылғы түс екен. 7 жылға бөлінеді екен. Мен соны түсінбей бәрін қосып бірақ айта саптым бір жылдың ішінде. Бұл талдаған кезде бұл 7 жыл қатарынан жүретін түс екен. Сол 7-шісі келе жатыр. Сондықтан халқым, бәріне сабырмен қараңыздар. Құдайдан тілеңіздер. Өйткені Кенжебек ағамыздың түсіндегі айтқаны: сен осы 300-дің басын аралап, тәу етіп, еліңе барып жатып қобызды сұра Құдайдан. Бүткіл аруақ біткен жиналып сенің артыңнан барып қобызды сұрайды оларда, ойнауыңды. Сөйтіп 12 хайуанның басын қосатын кез келді. Ақтудың желбірейтін кез келді. Қазақтың мәңгі халыққа, әлемге күш көрсететін кез келді. Үкіметтің басына қарамай қойыңдар. Үкіметтің басы шетелдік масондардың, шетелдік саясаткерлердің ішінде
қалай шығып кетер жолын таба алмай жатыр олар. Олар шетелдер қысып жатыр. Ортадағы отырған байлар олар өздерінің ақшасын қай жаққа тығарын білмей жатыр. Жоғары жақ ойланып жатыр деген аян айтты. Сондықтан қара қыстың суығына қарамай сапарға дайындалып жатырмын. Ойланып, үлкен ойға жеттім. Не үшін маған қазақтың басын айналып шық деп айтқанын енді түсіндім. Бар болыңыздар ағайын. Осы күнге амандық жеткізейік. Сапарға Астананың төрінен бастауға тура келді. Жақсылық болсын тек қана.